Recording in progress. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы музыкадағы жанды табиғат көріністері. Сабақтың мақсаты тыңдалған әуеннің сипатын, мазмұнын, жанрын, көркемдеуші құралдарын анықтау және салыстыру. Көркем образдарды аша отырып түрлі сипатты әндерді орындау. Бүгінгі сабақта табиғаттың адамға беретін әсері, табиғат дыбыстары мен үрлемелі халық аспаптары, сыбызғы мен сазсырнай дыбыстарын салыстырасың, зерттейсің. Сыбызғы аспабы күйінен үзінді тыңдайсың. Сыбызғы сазсырнай өлеңін тыңдап орындайсың. Бірінші тапсырма әңгімелесу. Мына сұрақтарға жауап берші. Табиғат адамға қалай әсер етеді? Табиғаттан қандай дыбыстарды естуге болады? Сазсырнай мен сыбызғы сияқты үрлемелі музыкалық аспаптар табиғат дыбыстарын сала алады ма? Музыка тыңда, ақпарат ізде, орында. Бүгінгі танысатын қазақ халқының музыкалық аспаптары сыбызғы және сазсырнай. Сыбызғы үрлемелі аспап, қамыстан және қурайдан жасалады. Сазсырнай үрлемелі музыкалық аспап, күйдірілген саз балшықтан жасалады. Балалар, мына сұрақтарға жауап беріп ақпарат іздеңдерші. Сыбызғы, сазсырнай аспаптарының үнімен қандай табиғат құбылыстарын бейнелеуге болады? Осы аспаптардың үнімен қандай жанды табиғат дыбыстарын дыбыстауға, көрсетуге болады? Қанекей, сыбызғы қысқа әнін орындайықшы. Қамыс қурай ағаштан түтікше боп ысылған, үрлемелі ойықты дыбысы нәзік сызылған. Исағұлова, сыбызғы. Қамыс қурай ағаштан түтікше боп ысылған, үрлемелі ойықтан үні нәзік сызылған. Сорып салма ойын ойнайық. Жанды табиғат көрмесі. Сыбызғы мен сазсырнай аспаптарының дыбысталуын, тембрін тыңда. Суреттерді өзіңе таныс қандай музыкалық аспаптар арқылы бейнелеуге болады? Суреттегі бейнеге лайықты дауысты өз дауысыңмен немесе шулы және басқа аспаптардың көмегімен келтіріп көрсет. Сыбызғы күйі.
сырнай үнін тыңдайық. Естілген музыкалық шығармадан шыққан сыбызғы және сазсырнай таямбыры суреттегі қай жануарға немесе құсқа немесе табиғаттың көрінісіне сәйкес келеді? Ойланып, сәйкестігін тап. Ән орындау. Әнді мұқият тыңда, сөзіне, әуеніне көңіл бер. Әл адамның бойындағы қандай сезімді оятады? Әннің аты сыбызғы сазсырнай. Әннің шумағын үйреніп, мәнерлеп орындауға тырыс. Бұл әнде жанды табиғат қалай сипатталған? Әнді орындағанда қандай көркемдеуіш құралдарды қолданар едің? Форте, қатты, пиано, ақырын, крещендо, біртіндеп күшейту, диминуэндо, біртіндеп азайту белгісі. Өзіңмен сырласам, жүрегім жырлашы, сыбызғы сазсырнай үнін сен тыңдашы. Жұлдыздар тамсанған, кеудемде қанша арман, сызылтып ән салам, бақытын асынбай. Сен десе жүрегім ай, сыбызғы сазсырнай. Өзіңмен сырласып, жүрегім жырлашы, сыбызғы сазсырнай, үнін сен тыңдашы. Жұлдыздар тамсанған, кеудемде қанша арман, сызылтып ән салған, бақытын асынбай. Сен десе жүрегім ай, сыбызғы сазсырнай. Сен десе жүрегім ай, сыбызғы сазсырнай. Қандай керемет әуен. Музыкалық аспап табиғатпен үйлеседі ме? Табиғат көріністерін бейнелей алады ма? Осы сұрақтарға бүгін сіздер жауап алды деп сенемін. Сабақтан алған әсеріңді мына сұрақтарға жауап беру арқылы білдір. Бүгін сабақта нені үйрендің? Қандай тапсырма қиын болды? Бүгін сабақта не ұғынды болды? Неге? Бүгін сәтті не болды?